Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда банан туралы айтатын боламын. Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Бананда кальций көп болғандықтан сүйектерді қатайтады. Әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Асқазан жарасы және диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Банан энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Тағы бір қызық ақпарат. Шылым шегуді қойдырады. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темексіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Құрметті оқырмандар, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.